Және спорт жаңалықтары Петропавлда кикбокстен облыстық чемпионат өз жалауын көтерді. Аудандар мен Петропавл қаласынан жиналған 90-ға жуық спортшы шаршы алаңында 2 күн бойы өзара мықтыны анықтайды. Сондай-ақ бұл жарыс өкпе обырына шалдыққан әлем чемпионы Азамат Нұрпейісовті қолдау мақсатында ұйымдастырылды. Қатысушыларды қолдап алғысын білдіруге Азаматтың өзі де келді. Кикбоксингтен облыстық чемпионат дәстүрге сай жыл сайын өткізіліп келеді. Бүгінгі жарыстың бір ерекшелігі мұнда облыстағы барлық жекпе-жек спорт түрлерінің майталмандары қатысуда. Сондай-ақ бұл халықаралық әлем чемпионы Азамат Нұрпейісовті қолдауға арналған қайырымдылық акциясы. Сейчас у нас проводится благотворительная акция. Бүгін біз кикбоксингтен облыстық чемпионатты ұйымдастырып отырмыз. Жарыс аясында Азамат бауырымызды қолдау мақсатында қайырымдылық акциясында өткізудеміз. Акцияны қолдап облыстағы Муайтай жекпе-жек ММА федерациясының спортшылары қатысуда. Барлық салмақ дәрежелері бойынша кездесулер өткізіледі. Чемпионатты тамашалауға халықаралық әлем чемпионы Азамат Нұрпейісов та келді. 4 күннен соң ол ем-дом алуға қайта аттанады. Менің денсаулығыма алаңда бей-жай қарамайтын барлық әріптестеріме, достарыма рахмет. Барлық жұмыла мені қолдайды деп ойлағанда жоқпын дейді халықаралық чемпион. Состояние сегодня намного лучше. Хочу поблагодарить Акимова области. Қазір денсаулығым бір қалыпта. Облыс басшылығына алғысымды білдіргім келеді. Сондай-ақ барлық достарым мен мені қолдап жүрген азаматтарға рахмет. 2 химиотерапия курсынан өттім. Жағдайым жақсарып қалды. Басында жүреде сөйлей алмайтынмын. Қазір жүріп, тұрып сөйлей алам. Тіпті алдағы уақытта жүгіреде алам деген ниеттемін. Осындай қолдауға ие болам деп ойламап ем. Баршаларыңызға рахмет. Бүгінгі қатысушыларға айтарым, берілмей аяғына дейін ұрысу керек. Жиналған барлық қаражат азаматтың емделуіне жұмсалатын болады. Облыстық чемпионатта өнер көрсетіп, ағаларын қолдай келгендер де көп. Солардың қатарында Александра Зацепин да бар. Ол бүгінгі жарысқа жоғары дайындықпен келдім дейді. Кикбоксингом занимаюсь 6 лет. Кикбоксингпен 6 жыл айналысып келемін. Спорт шеберіне үміткермін. Осы күнге дейін 60 кездесу өткізіп, оның 50-інде жеңіске жеттім. Мен жыл сайын бұл жарысқа қатысамын. Қарсыластарым мықты. Бүгінгі жарысқа жақсы дайындықпен келдім. Бірінші орыннан көрінем деген ойдамын. Жарыс жыл сайынғы өткізілетін Қызылжар турниріне іріктеу кезеңі. Оның қорытындысы бойынша үздік деп танылғандар Қазақстан чемпионатына өңір намысын қорғайтын болады. Тоқтарғалы, Мерлан Қалиев, ақпарат.